7-7 ТВ телеарнасы ұсынады. 25 жылда жаңарған Жамбыл. Тележобамыздың кезекті санында құрылғанына 88 жыл болған киелі Талас өңіріне тоқталмақпыз. Тәуелсіздіктің таңы арайлап атқалы, ауданның асқан асуы, бағындырған белесі қандай. Ширек ғасыр тұсында сан салада нендей өзгерістер орын алды. Қазіргі халықтың тынысы мен әлеуметтік жағдайы, кезінде кен өндірісі мен аты шыққан өңір халқының бүгінгі халі арнайы жобада. Талас ауданы Жамбыл облысының оңтүстік батыс бөлігінде, облыс орталығынан 110 шақырым жерде орналасқан таулы жазықты аймақ. 1928 жылдың 3 қыркүйегінде құрылған. Аумағы 12-де 2000 шаршы шақырымды құрайды. Ең соңғы халық санағы бойынша тұрғындар саны 54.065 адамды қамтыған. Тығыздығы әр шаршы шақырымға 4,4 адамнан келеді. Өңір аумағы 23 елді мекен мен 13 ауылдық округтерге бекітілген. Орталығы Қаратау қаласы. Аудан жері негізінен жазық, тек оның қиыр оңтүстік батысы ғана таулы. Мұнда Қаратау жотасының оңтүстік шығыс бөлігі орналасқан, ал солтүстігі Мойынқұмға ұласады. Климаты тым континенттік, қысы біршама жұмсақ, жазы ыстық болып келеді. Аудан аймағымен Талас, Аса, Көктал, Тамды өзендері ағып өтеді, және Белкөл, Ақкөл, Ақжар, Ащыкөл, Тұщыкөл көлдері осы өңір жерінде орналасқан. Өңірде негізінен өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы дамыған. Оның аумағында көптеген пайдалы кен орындары бар. Олардың ішінде жетекші орында фосфорит кен атқарады. Одан бөлек әк, доломит, мрамор, гранит, табиғи газ, алтын, гипс, барит, халцедон, минералдық су және тағы басқа да пайдалы қазба байлықтары бар. 1990 жылға дейін ауданда 40-тан астам өндіріс орындары болды. Тәуелсіздік алғалы бұрынғы фосфорит өндірістік құрылымдары Қаратау акционерлік қоғамына біріктірілді. Сонымен бірге қалада химия, құрылыс материалдары, тұрмыс қажеттерін өтеу комбинаттары, ет, нан, сүт заттарын өндіретін кәсіпорындарда пайда бола бастады. Енді сан саланың әрқайсысына жеке дара тоқталсақ. Кеңестік кезеңнен кейін барша халық білетіндей жұмыс орындары жабылып, аудан толықтай кедейшілікке ұшырады. Халықтың басым бөлігі бұл аймақтан қоныс аударды. Жұрт жағдайы күрт төмендеп, жұмыссыздық белең алды. Онан соң мемлекет осы жайда одан әрі ушықтырмау жолында түрлі бағдарламалар қабылдады. Бүгінде жүзеге асып отырған жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында биылғы жылы барлығы 768 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Ал 2009 жылы жұмыссыздық деңгейі ауданда 6,9% болса, 2015 жылдың қорытындысы бойынша 4,8%-ға төмендегені белгілі болды. Сонымен қатар 2013-2014 жылдан бастап мынау жұмыссыздарға жұмыспен қамту орталық арқылы несие беріліп жатыр. Ең төменгі пайызда несие беріліп жатыр. Сол жұмыссыздар сол несиені алу арқасында өздерінің жеке кәсіптерін ашып, өзі де жұмыспен қамтылып, сонымен қатар өздерінің құрамына жұмысқа қабылдап, мынау жұмыссыз азаматтардың деңгейі төмендеп отыр деп айта аламын. Сонымен бірге жұмыссыздық санын азайту үшін жұмыспен қамту орталығы 2011 жылы құрылды. Мұнда да ілгері басушылық тайға таңба басқандай байқалған. Мысалға, қабылданған бағдарламалар желісімен 2012 жылы ауыл аймақта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 18 миллион теңге бөлінсе, 2016 жылы оның көлемі 268 миллионға дейін өскен. Бұл дегеніміз халықты кәсіпкерлікке баулу арқылы жұмыссыздықтың санын азайту. Ал 10 айдың көрсеткіші бойынша биыл аймақта 50 азамат 173 миллион теңге қаражат алып өз кәсібін бастаған екен. Онымен қоса жұмысқа жолданғандар санына келер болсақ, 2015 жылы 1990 азамат болса, ағымдағы жылдың 10 айының көрсеткіші бойынша 2000-ға жуықтаған. Жастар тәжірибесімен жұмысқа орналасқандар саны болса, 1000-жарымды қамтыған. Бұл дегеніміз жалпы халықпен қоса жас мамандар жұмыссыздығының алдын алуға бағытталған үлкен іс-шаралардың бірі.
Жалпы аудан көрсеткіші бойынша ел егемендігін алғаннан соң өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 2001 жылы 478-де 5 миллион теңгені құраған. Ол кезде өндірілген 151,3 миллион теңге. Ауыл шаруашылығынан болса, мал шаруашылығының көлемі 327 миллион теңгеден астам қаражатты қамтыған. Ал 2016 жылы жалпы өндірілген өнімнің және қызметтердің көлемі 14 миллиард теңгеден астам қаражат тіркелген. Байқалып отырғандай салыстыруға келмейді. Ширек ғасырдың шежірелі жылдарында аудан өнеркәсібі негізінен мұнай өнімдерін өңдеу, тау-кен саласында жылу энергиясымен қатар газ, су өндіру және оларды бөлу жолдарында біраз жетістікке жеткені жалпыға аян. Осы жолда Қазақстанда теңдесі жоқ Талас Инвестмент Компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен қатар Шолақтау кен орны, Амангелді газ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерліктің қосқан үлесі зор. 2016 жылдың 8 айының көрсеткіші бойынша өнімдер қаржысы 6 миллиард 167 миллион теңгені құраса, бұл алдыңғы жылға қарағанда 171%-ға орындалған. Бұл сандардың өсуіне әрине үдемелі индустриалдық инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы өз әсерін тигізген анық. Аталған жобаның бірінші және екінші 5 жылдығында жалпы құны 18 миллиард 211 миллион теңгені құрайтын 3 ірі инвестициялық жоба іске асырылған. Нақтырақ айтқанда, оның біріншісі Талас Инвестмент Компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Өндіріс орны елімізде цианид натрий өндіретін тұңғыш химиялық зауыт. Жобаның жалпы құны 12,9 миллиард теңгені құрайды. Бүгінде 604 жұмысшыны жұмыспен қамтып отыр. Ағымдағы жарты жылдың қорытындысы бойынша өндіріс орны 1024 тонна натрий цианид және 295 тонна аммоний сульфат өндіріп, жалпы өнім көлемі 721,9 миллион теңгені құраған. Өзімізге әсер етіп атқан өкіметтің қадамдарынан біз ойлаймын, кәсіпкердің өте жаңағы болашағы қазір дұрыс болады. Неге қарамай, дағдарысқа қарамай. Өкімет үлкен көп нәрселерді көмектесіп жатыр. Ол бір, екіншіден, мен өзіммен 25 жылдыққа да қанша дағдарысқа барлық мемлекеттер бірдей кірсе де, біз әлі біз жаңа ВВП дейді ғой, 0,0 Қазақстан ол сын жарыс еткен жоқ. Әлі бұның мысалы нөлден түскен жоқ. Біз мысалы Талас ауданының өзіне, жергілікті бюджеттің өзіне биыл 230 миллион ақша келеміз. Алдыңғы 2 жыл 180 миллион келді. 230. Ал енді анау республикалық бюджетке биыл көп бермейміз, бір 300 миллион береміз. Не дегенмен қуатын ашып қойды. Ендігі жылдан бастап біз енді ауданға бір 250-270 миллион береміз. Республикаға миллиардтап береміз. Екінші жоба ол 2015 жылдың өңірлік индустрияландыру картасына енгізілген Жамбыл Недр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобаның жалпы құны 3,4 миллиард теңге болса, алдағы уақытта 150-200-ге жуық тұрғынды жұмыспен қамтымақ. Бұдан өзге ауданда биыл облыс әкімдігінің қаулысына орай 2 миллиард теңгеге жуық қаржыны құрайтын бір инвестициялық жоба енгізілген. Қаратау Про жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 110 мың тонна мәрмәр тасын өңдеп шығаратын зауыт. Болашақта 60 жұмыс орнына шақталған. Жалпы соңғы тіркеме бойынша ауданда шағын және орта кәсіпкерліктің 1340 субъектісі тіркелген. Оның 99-ы шағын кәсіпорындары болса, 1241-і жеке кәсіпкерлер. Оның ішінде 722-сі шаруа қожалық есебінде тіркелген. Бұл нысандарда қазіргі кезде аудан бойынша 4538 адам өз жұмыстарын атқаруда. Ойлаймыз, осының барлығы тәуелсіздіктің арқасы деп еліміздің. Осы еліміздің тәуелсіздік арқасында қазіргі кәсіпкерлеріміз жақсы, жағдайы жақсы, бай, Құда қаласа алдағы уақытта нарықтық экономика нарыққа қатыса алады деп ойлаймыз қазіргі. Өйткені бізге қазір нарық деп отқанымыз, қазіргі шығарып жатқан өнімдерімізді сату саласы емес, шығарып жатқан өнімімізді біз жаңағы тепе-теңдік шетелмен бірге уақытта жаңағы саудаластыққа қатысуымызға едәуір жемісін береді деп ойлаймыз. Еліміз тәуелсіздік алған 1991 жылдан бастап алғашқы 7-8 жылына дейін ауыл шаруашылығы саласы күрт құлдыраумен болды. 1997 жылдың санағы бойынша 185 шаруашылық субъектісі тіркеліп, біршама азайған екен. Ал бүгінгі таңда соңғы есеп бойынша ауыл шаруашылығы өнімі 5 миллиард 258 миллион теңгеге өндіріліп, 100,8%-ға орындалған. Соның ішінде мал басының санында тұрақты өсуде. Мүйізді ірі қара саны аудан
ауданда 2,1%-ға өсіп, 24,099 басқа. Қой мен ешкі 6,5%-ға өсіп, 380,405 басқа. Ал жылқы саны 2,6%-ға өсіп, 8,836 басқа өссе, ал түйенің саны 0,5%-ға өсіп, 1,978 басты құраған. Ал өңірдегі шошқа саны 87,3%-ға өсіп, 324 басқа жеткен. Одан басқа құс саны да өңірде артып отыр. 79,497 бас тіркелген. Егемендік жылдары аталған салада қабылданған сыбаға, алтын асық, құлан бағдарламасының да ауыл шаруашылығының бой түзеп көтеруіне оң ықпалын тигізгені анық. Биылғы жылы аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының Әулиеата несие серіктестігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 20 шаруа қожалығының 23 жобасы мақұлданып, 197 миллион теңгеге несие алынған. Ауданда сауықтыру кезеңі 2001 жылдан бастап ауыл шаруашылығы дами бастады. Оған мемлекеттің де көмегі, көптеген көмектер көріле бастады. Мал басының көбеюіне бізде ауданнан жергілікті бюджеттен тауар несие ретінде кредит берілді. Сол кредиттің арқасында шаруа қожалықтар ұсақ мал бастарын көбейте бастады. Қазір егіс көлемінде мал басты өсіп келе жатыр. Мемлекеттің қолдаулары бұрын мемлекеттен қолдау аз болатын болса, мінекей қазір барлық ауыл шаруашылығы саласына мемлекеттің қолдауы болып отыр. Мал өсіресем десе, егін егем десе, техника алам десе, мемлекет барлық жағынан көмектесіп отыр. Және де несиемен де де беріп отыр. Соңғы мәліметтер бойынша егін шаруашылығының да көрсеткіштері едәуір түзелген. 10,194 гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдар орналастырылса, оның 3,145 гектарына күздік бидай, 800 гектар жерге жаздық арпа, 1,076 гектарға майлы дақылдар, 101 гектар алқапқа картоп егілсе, 315-і бақша өнімдері, және де 210-нан астам гектар жерге көкөніс дақылдары. Сонымен қатар көп жылдық шөп орналастырған жердің көлемін 590 гектардан астамы құрайды. Сонау тәуелсіздіктің алғашқы жылдары аудандық білім саласы да қиын қыстау кезеңді бастан кешіріп, мектептер жүдеді. Дегенмен ұстаздар еңбек ақысыз жүрсе де, жеткіншектерді білім нәрмен сусындауды доғарған жоқ. Қайта сол қиыншылықты жеңуге белсене кірісті. Ауыр кезеңді бастан кешкен білім саласы бүгінде ауданда гүлдену жолына түсті. Қазіргі таңда білім беру саласы бойынша таласта бір жоғарғы оқу орны, 4 колледж, 36 мектеп, 19 балабақша, 17 шағын орталық. Онымен қоса 5 мектептен тыс мекеме, үміт қимыл тірек аппараты бұзылған балалардың мектеп-интернаты және ведомствоаралық, психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациясы бар. Тәуелсіздік жылдары Көшек Батыр, Бөлтірік Шешен, Тамабек, Есейхан ауылдарында мектептің жаңа ғимараттары, сонымен қоса аудан орталығындағы Астана балабақшасы ел игілігіне ұсынылса, Қараой елді мекені мен Қасқабұлақ ауылында жаңа мектеп бой көтергелі тұр. Осының бәрі әрине тәуелсіздігіміздің жемісі деуге әбден болады. 25 жылда жеткен жетістіктерге қарыштап білім саласы дамып келе жатыр. Себебі мынау бүгінгі өмір талабына сай оснащенный кабинеттер дейміз ғой, биология, химия, физика, ағылшын тілі, лингофонды кабинеттердің көбеюі, мынау интерактивті тақтада балалардың емін-еркін жұмыс істей алуы, болмаса мынау барлық мектептердегі кең арналы интернет желісіне қосылған. Жалпы білім саласы күннен күнге қазір ата-аналардың да, оқушылардың да көзқарасы өзгерген білімге деген. Себебі қазір кез келген мектеп қабырғасында жүрген оқушы біледі білімнің сатылмайтын, сатып алынбайтын байлық екенін, оның күннен күнге қорының ұлғаюына. Қаратау гуманитарлық колледжі құрылғанына тура 50 жыл болған оқу ордасы бүгінгі таңда техникалық мамандар дайындаудың ордасына айналған іспеттес. Оқу орнында 51 оқытушы қызмет етсе, оның жоғарғы санаттысы 18, ал бірінші санатта 12 ұстаз студенттерге дәріс береді. Жеткен жетістігі де біршама. Ең бірінші кезекте бәсекеге қабілетті мамандар дайындау. Қазір кезде мысалы осы аймақта өндіріс орындары ашылып жатыр. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында бірнеше кәсіпорындар ашылып жатыр. Сол кәсіпорындарға қазір техникалық мамандықтар бойынша мамандар дайындап жатырмыз. Ол мамандарға дайындауда енді олардың сапасына аса мән беріледі.
Талас ауданы бойынша 2015-2016 оқу жылында 27 орта мектептің 24-інде 11 сыныпты 333 оқушы бітірген. Олардың арасынан 10 оқушы алтын белгі иегері атанса, үздік аттестатты 5 оқушы иеленді. Осы алтын белгінің 3-ін ұсынып отырған білім ордасы, ол аудан әкімі білім бөлімінің лицейі. Мыңнан аса оқушыны білім нәрімен сусындап отырған ошақ тәуелсіздік жылдарында көптеген жетістікке жетті. Соның арқасында бүгінгі таңда оқу ордасы ауданда белді мекемеге айналған. Биылғы оқу жылында мектебіміздің түлектері 52 түлегіміз мектеп бітірді. Оның барлығы бірыңғай ұлттық тестке қатысып, өзінің білімдерін көрсете білді. Соның ішінде жалпы Талас ауданы бойынша мектебіміз лицей мемлекеттік мекемесі аудан бойынша білім беру саласындағы ең үздік мектеп атағын иеленді. Совет кезеңінде денсаулық саласы бойынша ауданда бір ғана аурухана мемлекет есебінен салынған. Қалғандары сол уақытта колхоз есебінен тұрғызылған екен. Ал одан бергі 25 жылда жасалған жұмыстарға тоқталар болсақ, қазірге дейін материалдық базасы нығайған. Онымен қоса жылжымалы медициналық комплекс алынып, соның арқасында ауыл аймақ тұрғындарына тиісті медициналық көмек көрсетіліп келеді. Және мұнда маман тапшылығы да өз шешімін тапқан. Соңғы есеп бойынша өңірде 42 жас маман қызметке тұрып, 34-і тұрақты жұмысқа орналасқан екен. Олардың әлеуметтік жағдайының жасалып, тұрғын үймен қамтамасыз етілуі егемендіктің арқасы дейді бас дәрігер. Медицина саласында көптеген жаңа аппаратуралардың келуі уақытында науқастарға біз кезінде диагнозды науқаста облысқа, республика жергілікті науқастарды қазір көбін өзімізде уақытында қойып, уақытында тиісті диагнозды қойғаннан кейін, тиісті медициналық көмек жасалғаннан кейін, ол науқастарды аман алып қалу мүмкіндігі жоғары болып отыр. Бүгінгі таңда бізде осы ең алғашқы қабылдаған кезде оборудованиеміз, медициналық функция оборудование бір ескі типте болатын болса, соңғы осы тәуелсіздіктің арқасында соңғы 7-8 жылда жаңарылып отыр. Медициналық құралдар, олардың деңгейі жылдан жылға көтеріліп отыр. Соған байланысты медициналық көмек, халыққа көмек көрсету деңгейі жаңағы качественный дейміз ғой, деңгейі өте жоғары көтеріліп отыр. 90-шы жылдардан бері өңірде 13 ақ халаттылар мекемесі ашылған. Оның ішінде 4 дәрігерлік амбулатория, 4 фельдшерлік акушерлік пункт, 4 медициналық пункт болатын болса, соңғы пайдалануға берілген емдеу орталығы ол 250 келушіге арналған. Емхана жалпы құны 1 миллиард 125 миллион теңге болатын емдеу орталығында заманауи құрылғылар Италия, ақш, Оңтүстік Корея, Ресей мемлекеттерінен арнайы алдырылған. Алынған аппараттардың жалпы құны 396 миллион теңгеден астам қаржыны қамтыған. Жылы іші, кабинеттері кең, жарық, жаңа аппаратураларға ие болып отырмыз. Тәуелсіздігіміздің арқасында еліміз осындай үлкен жетістікке жетіп отыр. Осы біз денсаулық саласында қызмет атқаруымызға байланысты халқымызға үлкен үлесімізді барынша қосамыз. Қазақстан барысының 3 дүркін чемпионы Бейбіт Ыстыбаев, Дәулетхан Жақып, Қазақстан футболшылары Қайрат Сүлей, Попов Денис, Сатылқанов Ахан, Сарыбаев Жандос, осында аталған спортшылардың барлығы Талас топырағынан шыққан. Спорттың мұндағы дәрежесін осылардың өзі айқындап тұрғандай. Негізінен ауданда 213 спорт нысаны бар. Оның ішінде 1 стадион, 1 спорт кешен, 35 спорт зал, 85 футбол алаңы, 84 спорт алаңшалары, 1 ату тері және 6 қосалқы спорттық залдар бар. Негізінен ауданда дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде 14.270 адам шұғылданады екен. Бұл дегеніміз аудан тұрғындарының 26,4%-ын құрайды. Көптеген спорт ғимараттары мен спорт кешендері салынды. Мына өзіміздің қазір көріп отырған мына спорт кешені 2014 жылдың ноябрь айында ашылып берілді. 5 мекемесі бар. Бөліміне қарасты мекеме. Біреу дене шынықтыру сауықтыру кешені осы біздікі болса, одан кейін бокстан және спорт ойындар түрлерінен екінші жерде спорт школ бар, бөлінген Бейсен Сүлейұлы дейтін директоры. Одан кейін балалар жасөспірімдер спорт мектебі. Қаратауда 2 спорт мектебі, 1 сауықтыру кешені, Ақкөл ауылында 1 спорт мектебі және Бостандық ауылында спорт мектебі бар. 5 спорт мектеп осы Талас ауданына жастармен жұмыс істейді. Ауыл аймақтарда? Ауыл аймақтарда әр ауылда бір нұсқаушымыз
жұмыс істейді, спорт нұсқаушысы. Именно спорт мамандығы бойынша, спорт бойынша бір спортшымыз жұмыс. Барлық ауылдық округтар қамтылған. 13 ауылдық округта 13 нұсқаушымыз бар. Ал бұл кешен мемлекеттік бағдарлама бойынша халық игілігіне берілген спорт кешені. Бүгінде керек құрал жабдықтардың барлығымен қамтамасыз етілген спорт кешені халықтың үздіксіз және емін-еркін спортпен айналысуына мүмкіндік береді. Ұлбике ақынның шыққан ордасы, талас топырағы. Одан өзге нарша қашаған туған белден. Қазіргі кезде ел ағаларына айналып үлгерген Болат Бекжан, Көсемәлі Сәттібай. Одан қалды ақындықтың алаңында жүрген Үміт Битенова да талас тумасы. Жалпы Талас ауданында 40-қа жуық мәдени ошақтар бар. Олардың ішінде Ұлбике ақын атындағы аудандық мәдениет орталығы, оған қарасты 9 ауылдық клуб, 8 ауылдық мәдениет үйі, сондай-ақ орталықтандырған аудандық кітапхана бар, аудандық балалар кітапханасы, оған бағынысты орталықтандырған кітапхана жүйесіне бағынысты 18 ауылдық кітапханалар бар. Сондай-ақ аудан орталық Қаратау қаласында орталық саябақ және авангард кинотеатр бар. Осы 40-қа жуық мәдени ошақтары аудан тұрғындарына мәдени қызмет көрсетіп келеді. Білім бұлағы кітап дейтін болсақ, аудан бойынша жалпы кітап қоры 283.899 дананы құрайды. Мемлекеттік тілдегісі 141.068 дана, яғни 49,6%. Жалпы мынау ауданды, Талас ауданын басқарып отырған кісіні танисыз ба? Танимын. Есімі кім? Болат. Жақсы болды, кейбір жақсы бара жұмыс істеп, мынау жолды қайтадан жөндеп, мынау нелері канализацияны қалдырып, мынау қаласында жаңа поликлиника берді больницаны. Осылай жұмыс атқарып, өзімде жақсы жұмыстар атқарып, бұрында жақсы жұмыстар істеген деген Астанадан келді бізге. Талас ауданының әкімін танисыз ба? Танимын. Есімі? Болат Арсынбетов. Қанша болды бұяққа келгені? Бұяққа келгені көп болған жоқ. Көп болған жоқ. Қандай жұмыстар атқарып жатыр Талас тұрғындарына? Көмек беріп жатыр халыққа. Халыққа көп қызмет етіп жатыр. Қызмет атқарып жатыр, қаланы істетіп жатыр бәрі. Қалаға қарап. Мына жолдарды істетті. Мынау көріктендер бар, парктерді істеп жатыр. Жа-жаққа талдар жектіріп жатыр. Халықтың көңілі толады әйтеуір. Аудан әкімін танисыз ба? Иә, Арсман дейді. Ол кісі жалпы қызметке қашан келді? 2 жыл болды. Естігенім бар, Шоралға барып, Казфосфатта істеймін өзім. Казфосфаттан біздің техника бөлініп, сояқта су тасқынының қауіпінің алдын ала шаралар жүргізді. Аудан әкімін танисыз ба? Иә, танимыз. Аты жөні қай жыл қызмет етті? Ол жағын білмейді. Аты жөні білмейсіз? Арсмендиев. Ол жағын өзім қызығып білмеппін, бірақ жақсы қызметтер істелініп жатыр ғой Қаратауда. Қаратауда не істеп отыр халықтарына тиімді деген сияқты? Ол жағын білмейді екен. Жәрмеңкелер өтіп жатыр. Жолдар жөнделіп жатыр. Көп тірліктер бар, оны көзбен көріп, күнде көріп жүргеннен кейін қазір бүйтіп қолмен санап айтып бере алмаймыз. Жақсы тірлік істер істеп жатыр ғой. Рахмет. Тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін бұл күн ең қастерлі күн. Ал хабарымызда тоқталған киелі Талас елінің бүгінгі халі осы. Әлеуметтік жағынан дамып, жүдеген халықтың жағдайы түзелген. Ендігі кезде дамудың даңғыл жолында. Сонау Кеңес одағының батырлары Сәду Шәкіров, Амантай Дәулетбеков туған киелі мекен бүгінгі таңда таудай талаппен қатар табандылықпен еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында жеткен жетістіктер аз емес. Дегенмен алар асу алда.